Мұхтар Шаханов атамыздың үйінде қонақта болдым. Мұхтар Шаханов атамыздың жолдасы, жан-жары апамыз өзінің ақ дастарханын жайып, бізді күтіп отырыпты. Енді ол кісілердің үйіне бет албатты адамдарды кіргізе бермейді, қонақтарды қабылдай бермейді. Мұхтар Шаханов атамызға өзімнің әкемнің бір бала кезімнен айтып жүретін арманы бар еді. Көзім тірісінде сол кісімен кездесіп, өзімнің бір сый-сияпатымды жасап, атымды мінгізсем деген сол арманын осы жолы өзім орындап, атым мінгізіп қайттым. Дастархандас болдым, маған батасын берді, және өзінің ақ тілегін жазып 2 кітабын сыйға тартты, және әкеңнің жасы ұзақ болсын, елдің ері болсын деп өзінің үстіндегі шапанын шешіп берді. Және жан-жары апамыз, Мұхтар Шахан атамыздың маған өзінің кәзекейін ырымдап кигізді. Солай ақ баталарын алып қайттым. Сіздермен қазір толық кескінді бөлісетін боламын. Тамашалап пікірлеріңізді қалдырып отырыңыздар. Сәлеметсіздер ме достар, қалайсыздар, қалдарыңыз қалай? Бүгін Мұхтар Шахан атаның үйіне қонаққа келдік. Бұл Мұхтар Шахан ата тұратын үйдің алды. Бұйырса, сіздермен қазір ішіне кіргеннен кейінгі көріністерді бөлісетін боламыз. Менімен бірге тамашалаңыздар. Не ғой? Ана, әкем кішкентайынан сізді айтатын. Мұхтар Шахан деген атаң бар. Ол сенің атаң деп, көзімнің тірісінде бір ат мінгізсем арманым жоқ еді деп айтатын. Соны енді көптеген себептермен енді Қытай елінен келе алмайды. Сол кісінің арманын орындап, енді азда болса өзінің сый-сияпатымды жасап кетейін деп, бір жақ сіздің батаңызды алайын деп келіп отырмын. Енді живой ат алып келе алмасам да, енді аттың ақшасын өзіңізге мінгізген атым, әкемнің арманы аманат етіп отырмыз сізге. Қабыл алыңыз. Жаңылсын, қызыма бата берейін. 124 пайғамбар, 30 жүз сахаба, 99 бар жайықтың аруағы. Қайбата, қазата, сайранда бар сансыз бап, Түркістанда сон бап, ең үлкен арыста бап, әулие әмберлердің аруақтары қолдасын. Жұлдыздың ылғида тек қана шындық биігінен, елдің ұлттық мүдде биігінен, рухани парасат биігінен, рухани әділдік биігінен, ең бастысы рухани шындық биігінен көріне берсін. Мен өмір бақи шындық үшін күресіп келе жатқан адаммын. Сондықтан жұлдыздың тек қана шындық биігінен, елдің ұлттық мүдде биігінен, рухани парасат биігінен, рухани әділдік биігінен, ең бастысы шындық биігінен жарқырай берсін. Әумин. Айтқаныңыз бетін. Мына жаңылсын қызыңызға жазып беріңіз, мына сіздің осы таңдамалы нелеріңіздің 2 томдықты. Екеуі де 2 томдығы, міне қазір мен не берем. Жыладың жігітім, көп көрдім деп тұрмыстың тапшылығын, қайтпады деп жұрт кеткен жақсылығым, сен жыладың сезімің жасып ағып, көп кішкентай балаңды қасың алып, қырмызы күнім өтті деп, сенгенім сатып кетті деп, аңғармай қалдым орды деп, қадам сәтсіз болды деп, бір қат соққы алдым деп, бақытсыз болып қалдым деп. Сен жыладың, мен бірақ селт етпедім. Білем сені тағдырдың еркеткенін, білем сені өркөңіл жомарт едің, енді бүгін қалай бұл кергеткенің. Осыны саған айналайын. Италияға кеткен. Күшкенде болса енді көңіл, шын көңіл айналайын. Құтты болсын, егілдеріңізге еңіздер. Балама сыйлық болсын, жұлдызы шындық биігінде жарқыға, осыны жұлдызы тек қана шындық биігінде жарқырайтын Қазақстанның дара перзенті бола берсін. Әумин. Әумин. Шешіндіріп қанға шешіп берейін. Тамырсыздық індетінен қалқала. Мазмұн жоқта, мазмұнсыздық шыға келер ортаға. Әр адамда өз анасының басқада, ғұмырына етер мәңгі астана, демеп жүрер арқада, болу керек құдіретті 4 ана. Туған жері, түпқасығы айбыны, туған тілі, мәңгідегі айдыны, жан байлығы, салт дәстүрдегі қадамына шуақ жасар үнемі. Және туған тарихы еске алуға қаншама ауыр әрі қасіретті болса. Құдірет жоқ 4 теңгелер, онсыз санаң қаңбаққа ұстап сендедер. Өзге адамның ұлылығын танымас 4 анасын менсінбеген пенделер. Қасиетті бұл 4 ана тағдырының тынысы, 4 ана үшін болған күрестердің ұлысы. Адам асса ғашықтықтың жоқтығынан азады.
ғашық жыр тіршіліктің көкейтесті өлеңі, ешбір геометриямен өлшенбейтін көлемі. Бұл сезімнің ұшан теңіз адамзатқа берері. Ғашық болу келсе кімнің қолынан